Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы мен Қазақ радиосының бірлескен жобасы «Халық қазынасы». Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Қазақ радиосының тыңдармандары. Сіздермен бірге халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының фольклорлық ғылыми зерттеу зертханасының жетекшісі, өнер тану магистрі, күйші Бауыржан Бекмұхамбет. Еліміздегі індетке байланысты енгізіліп жатқан қазіргі өзгерістерге қарамастан, әлемнің әр азаматы қолдауды сезіну маңызды. Осыған байланысты Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының өнер саңлақтары президентіміздің Қазақстан қалаларына енгізген карантин шараларын қолдап, арамыздағы қашықтыққа қарамастан шығармашылығымызды радио желісі арқылы байланыстырды. Ал енді құрметті тыңдарман, сіздерге Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Құлыншақ, Әлмағамбет, Шәкір Әбенов, Рақыш Қожекеұлы, Шалтабай тартқан үш ішекті, яғни ел арасында қос бұраулы домбыра аталып кеткен көненің сырын шерткен аспапта сіздерге төл туындым Қарқара көтерілісі күйімді тарту етпекпін. Бұл күйрек күйім хан тәңір өңірінде өткен Қарқара көтерілісінің 100 жылдығына арналады. Бірде өнердегі бауырым, тарихшы, домбырашы Аман Күнекей Мұхтар Әуезовтің Қилы заман повесінің мазмұнын әңгімелеп беріп, 1916 жылы Жетісу жерінде болған Қарқара көтерілісінің тағы бір тарихи атауы Албан бұғы көтерілісі жайлы екенін сөз етті. Көтерілісте ұзақ жәменке бастаған батыр бабалардың жеріміз үшін иық тіресіп соғысқаны, орыс саясатына қарсылығы жайлы баяндалады. Осы ұзақ әсерлі әңгімеден қатты толқып, шабыттанып, ішкі жан дүнием күйге ұласа кеткен. Қарқара көтерілісі Қилы заман повесі негізінде шыққан күй еді. Қарқара көтерілісінің 100 жылдық мерейтойына арнау күйрек күйім. Қабыл алыңыздар.
рухы ұлт музыкасында. Сіздер Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы мен Қазақ радиосының бірлескен жобасы «Халық қазынасы» хабарын тыңдадыңыздар.